Good day, children. How is it going? Now let's do exercises. Open your book on pages 88-89. Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 88-89 беттегі барлық жаттығуларды орындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Let's do exercise 14. Listen, point and repeat. Which of these do you like? Which don't you like? A packet of peas. Яғни пакеттегі бұршақ. A pot of yogurt, ыдыстағы йогурт. A jar of honey, құмырадағы бал. A bottle of cola, бутылкадағы кола. A loaf of bread, яғни нанның бөліктері. A carton of juice, шырынның картондағы шырын. A bar of chocolate, тәттінің бөліктері. Watermelon, қарбыз. Walnut, жаңғақ. Cracker, крекер. Peanut, жер жаңғақ. Crisps, чипс, біздегі. Яғни бізде осының арасынан дейді, қайсын ұнатасыңдар? Which of these do you like? And which don't you like? Қайсын сендер ұнатпайсыңдар деген сұрақ келіпті. Бүгінгі сабақтың біздегі жаңа сөздері осылар балалар. Осы сөздерді есімізде сақтап аламыз және қайталап тілімізді жаттықтырамыз. Next task 15. Read and choose the correct word. Яғни қарамен жазылған сөздердің дұрыс нұсқасын табуымыз керек. The first, a carton of juice, a loaf of bread, a bottle of cola, a pot of yogurt, a carton of milk, a bar of chocolates, a packet of peas, a bottle of olive oil. Балалар, біз алдыңғы тапсырманы қайталасақ, бұл жаттығу бізге қиынға соқпайды, орындау қиынға соқпайды, және де бұл жаттығу бізге жаңа сөздерді есімізде ұзағырақ сақтауға көмектеседі. Енді осыны дәптерге жазып алсаңыздар болады. Let's do exercise 16. Look at the trays. Who eats healthy food? Who eats junk food? Яғни суретке қараймыз, балалар. Кім пайдалы тағамдар жейді, кім зиянды тамақтар жейді? Суретке қарасақ, Сәуле eats healthy food. Сәуле пайдалы тамақтар жейді. Ұлан eats junk food. Ұлан яғни денсаулыққа зиянды тамақтарды жейді екен. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бізге healthy food жақсы ма, или junk food жақсы ма? Дұрыс айтасыздар. Барлығымыз біз денсаулыққа пайдалы тағамдарды жеуіміз керек. Сол кезде біздің иммунитетіміз көтеріліп, біз ешқашан ауырмайтын боламыз, балалар. Сол үшін әрдайым денсаулыққа пайдалы тағамды жеп жүріңіздер. Study sport grammar rules. Бізде грамматикалық түсіндірме, белгісіздік есімдіктері берілген some and any. Бұл бізде саналатын және саналмайтын зат есімдерде қолданылады. Some деп отырғанымыз біраз, бірнеше, кейбір деп аударылады. Бұл болымды сөйлемдерде жүреді. There is some olive oil. Мұнда біраз зәйтүн майы бар. Ал any деп отырғанымыз бұл болымсыз сөйлемдерде және сұраулы сөйлемдерде жүреді. There isn't any cola. Мұнда ешқандай кола жоқ. Ал сұраулы сөйлемдерде аударылмаса да болады. Are there any apples? Мұнда алмалар бар ма? Yes, there. Алмалар бар, Енді and деп отырғанымыз артикль балалар, бұл артикль дегеніміз бір деген мағынаны білдіреді. A carrot, бір сәбіз, немесе one carrot десеңдер болады. An egg, бір жұмыртқа, немесе one egg деп айтсақ та болады, Бұл бір деген мағынаны. Some cheese, some peas, Осындай сіздерге грамматика берілген. Егерде бұл any, some белгісіз есімдіктерін және де одан да бөлек тағы белгісіз есімдіктерін толығырақ меңгергілеріңіз келсе, менің каналымда сабақтары бар, көріп шығыңыздар. Next exercise 18. Write the words in the right box. Яғни балалар, суреттер берілген, бізде. Сол суреттердің астына some and a артиклге және someға қойып шығуымыз керек, Қараймыз. Some honey, some crisps, some yogurt, banana. Артиклде артиклі қою үшін зат есіміміз дауыссыз дыбыстан басталу керек. A carrot, a potato. Ал an артиклін қою үшін зат есіміміз қасындағы дауысты әріптен басталу керек. An apple, an onion, an orange деген секілді балалар.
біз бұл жаттығуды орындау арқылы бүгінгі грамматикалық жаттығуымызды есте сақтап аламыз. Exercise 19. Read and choose. Оқимыз және таңдаймыз дейді. Қараңыздар, бізде қандай сөйлем екеніне мән беруіміз керек. There are some sausages. Бұл болымды сөйлем. Кеттік сұрау сөйлемде. Is there any pizza? Келесі тағы сұрау сөйлем. Are there any eggs? Келесі болымсыз сөйлем. There isn't any orange juice. Келесі тағы болымсыз сөйлем. There aren't any peas. Келесі болымды сөйлем. There is some pasta. Балалар, сіздерге жаттығу ұнап жатыр ма? Жаттығу өте оңай болып жатыр. Өйткені біз грамматиканы жақсы түсініп алдық. Last exercise 20. What is there in your lunchbox? Мұнда сіздің түскі асыңызда не бар? Choose food items, tell the class. Соның ішінен 4 тамақты таңдап алып, соны сыныпқа айтыңыз дейді. Мысал ретінде беріпті. There is a burger, a carrot, some crackers and some pizza in my lunchbox. Мұнда бургер, сәбіз, біраз крекерлер және біраз пиццалар бар. Мен түскі асымда деген секілді. Мен де өз мысалымды жазып қойдым. Сіздерге ұнаса лайк басып коммент қалдырыңыздар. Балалар, келесі сабаққа кездескенше